Қайырлы күн әріптестер, жасанды интеллектінің көмегімен заманауи, яғни суреті бар QR-кодты қалай жасау керек жолын көрсетіп өтетін боламын. Ол үшін маған тіркеліп, осы видеоның соңына дейін қарап өтсеңіз болады. Заманауи, яғни суреті бар QR-кодты жасау үшін qr.art деген сайтқа кіресіздер. Осы сайттың сілтемесін осы видеоның астына описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерге кіріп, тіркеліп, осы сайтты қолдансаңыздар болады. Бұл сайтқа өзіңіздің Google аккаунтыңыз бойынша тіркеліп алсаңыз болады. Тіркелгеннен кейін жоғары жақта құралдар деген бөлім бар. Осы жерді бассаңыз QR-кодтары деген бар, мінекей. Соны басу арқылы қазір өзімізге суреті бар QR-код жасап алатын боламыз. Линк деген тұра береді, одан кейін астына өзіміздің жұмысымыздың сілтемесін осында келіп қоятын боламыз. Одан кейін астында шақыру деген бар. Бұл жерге жаңағы QR-кодта қандай сурет шығу керек, сол суреттің атын осы жерге ағылшын тілінде жазасыздар. Мысалға, робот деп жазып қарайық. Немесе алдын ала орнатулар деген бар. Барлығын көруді бассаңыз, өзіңізге ұнаған жаңағы кез келген суреттерді таңдап алсаңыздар да болады. Немесе шақыру деген жерге өзіңіз жазсаңыз болады. Одан кейін жасау деген бар, үстінен бассаңыз, бізге қазір жаңағы суреті бар QR-кодты жасап беретін болады. Мінекей астында жасалған жаңағы QR-кодтар бар, дайын. Өте керемет. Осылай суреті бар QR-кодты жасап алсаңыздар болады. Өте оңай. Мінекей бізде жаңағы робот деп жаздық қой, міне. Бізде роботы бар QR-код пайда болды. Енді осы QR-кодты жүктеп алу үшін QR-арт жүктеп алыңыз деген кнопканы басасыз. Бассаңыз өзіңіздің компьютеріңізге загрузки бөліміне келіп түсетін болады. Өте керемет, қараңыздар. Міндетті түрде осы сайтты қолданып көріңіздер. Осы менің ұсынған видеом ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыздар. Алдағы уақыттарда тағы да пайдалы ақпараттармен бөлісе отыратын боламын. Осындай пайдалы ақпараттарды өзіңіздің әріптестеріңізбен бөлісе отырыңыздар.